Сәлем достар, сіздермен Нұрсұлтан, бұл үздік мобильдік кеңестер каналы. Сіздерді бүгін өте топовый предложениемен таныстырғым келіп отыр. Бұл YouTube-тың дәлме-дәл көшірмесі YouTube OneSet. Онда артықшылығы да бар. Сіз YouTube OneSet приложениесі арқылы видеоны тамашалап отырсаңыз, сізді ешқашан бір реклама мазаламайды. Және де ең бастысы фоновый режим істейді. Егер сіз каналыма тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркеліп, каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Ол маған келесі видео шығаруыма шабыт алып келеді. YouTube OneSet приложениясының талап ететін Android версиясы 5+, тіпті минималды 4++ жоғары Android версиясында жұмыс істейді. Бұл деген сөз барлық Android версиясына тура келеді. Мінеки алдарыңызда YouTube OneSet приложениясы, оның ішін ашып қараған кезде YouTube-ға қатты ұқсайды. Тіпті шатасып кетесіздер, YouTube-та отырмын ба әлде YouTube OneSet-те ма деп. Ал енді рекламасын тексеріп көрейік. Мына видеоны қазір ашқан кезде көріп тұрғаныңыздар реклама шыққан жоқ. Видеоның ортасында болсын, соңында болсын, реклама сізді мүлде мазаламайды. Бұл приложенияның келесі бір тиімділігі фоновый режимде жұмыс істеуі. Экранды севернетіп қойған кезде, тіпті блокировкаға түскен кезде де өлең, видео өз жұмысын тоқтатпай жалғастырып отыра береді. Тіпті мұнда да келесі тағы бір мүмкіндігі Google аккаунтты тіркеп байланыстырып қоюға да болады. Google аккаунтты тіркеп, мұнда да творческий студия көріп отыруға рұқсат етілген. Ал енді YouTube OneSet установка жасау жолдарын айта кетейін. Поисковый строкаға OneSet деп жазамыз. OneSet мінеки шығып тұр. Ең бірінші шыққан OneSet.com. Бұл официальный версиясы, мұндан официальный версиясын тартуға болады. Ең бастысы бұл тегін. OneSet Manager 2.6.2 деген версиясы ұсынып отыр. Соның дәл үстін бассақ, скачать деген жазу шығады. Дәл. Мінеки OneSet менеджеріміз тартылып болды. Открыть батырмасын басу арқылы біз қазір ішіне кіреміз. Міне OneSet менеджер ашылды. Ең алдымен OneSet Micro-G-ді установка жасаймыз. Ол менде дайын, керек емес. Сол себептен YouTube OneSet-ті тікелей көрсетемін. Установка жасауды төмен қараған стрелка белгісін басып, менде установить және скачать заново деп тұр. Себебі алдын мен жүктеп алғам. Сол себептен установитті бірден ұсынып отыр. Сізде ол шықпайды, скачать деген шығады. Скачать дегенді басып жүктеп аласыздар. Ал мен установитті басам, бұл менде тартылып қойғандықтан дайын тұр. Установка жасап, установитті етіп. Мінеки YouTube OneSet приложениясы дайын. Ал енді ашылып тұрған барлық приложенияны жауып тастаймыз. Алдарыңызда тұрған екі нұсқада тұр: YouTube OneSet және де менеджер. OneSet менеджер. Сіздерде дәл осылай тұрады. Официальный версияда осылай екі нұсқада тұрады. YouTube OneSet приложениясын қазір ашып көреміз. Бұның ішіндегі алдағы этап настройкалардан өтеміз. Включить. Ал енді осымен бізде YouTube OneSet приложениясы жұмыс істеуге дайын. Мінеки біздің ұялы телефонымызда YouTube OneSet приложениясы дайын. Сіздермен қоштасатында сайт келіп қалды. Арнама жазылмасаңыздар тіркеліп, видеоны ұнаса лайк басып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.